үшіншісі, өзің жауапкершілігін көтеруге дайынсың ба? Егер алдарына жай ғана баланың парақшасы тұрса, адамдар өздерін қалай ұстайтынын тексергіміз келді. Біз 12 жасар қыздың Instagram парақшасын аштық. Онда ешқандай арандатушы суреттер, ашық жазбалар немесе басқа да мензеулер болған жоқ. Ең табандысы Тоқберген болды. Ол бізге бір ай бойы үздіксіз жазып жүрді. Ол неғұрлым жас, әрі аңқау болса, соғұрлым сенімге кіре оңай деп ойлаған шығар. Оның ойында не бар екенін елестетудің өзі қорқынышты. Өздеріңіз көріңіздер. Екеуміз құшақтасып жатамыз ба? Ұялма, кішкентай емессің. Тағы да қайталаймын. Ол мұны 12 жасар балаға жазып отыр. Анам білмей-ақ қойсын, сыр боп қалсын арамызда. Кейін ол жалаңаш суреттерді сұрап, ені көздеп отырғанын түсікті болу үшін үдерісті түсіндіруді шешті. Секс қой, желілдеп қаласың, кайф аласың, өзгеше болады. Әлеуетті педофил кездесуді талап етті. Біз оны ұйымдастырамыз. Күдікті тұлғаның кім екенін бәрі білу үшін әшкере ету. Командамен дәлме-дәл көрсетуді шештік. Жарыққа шығарғыш жасадық. Бәрі қалай өтті, көрейік. Не үшін келіпсіз бұл жерге? Киноға? Қандай киноға? Қосылаш, мынау сіз ба жазып отқан? Кішкентай қызға. Енді 12 жасар қызға қандай оймен келіпсің деп айтесіз. Жоқ, жауап берші маған енді. Жоқ, неге 12 жас қыз? Жоқ, айтшы, неге 12 жасар қыз? Құрдастарың. Біз сені он жерге жазалайын деп, немесе бір ұрды соққыға жығайын деп келген жоқпыз. Біз сенің түріңді көрсетіп келдік Қазақстанға. Өйткені сені таныстарың, жолдастарың, достарың, туыстарың барлығы көру арқылы өздерінің балаларының өмірін, болашағын сақтап қалсын дейміз. Ол балалардың болашағы не болады егер олар сенің қасында сен өзінің 12 жасар, 11 жасар, 13 жасар қыздарын жалғыз қалдырып кетсе. Олармен де айтасың ба? Ешкімге айтпа, голый фотоны жіберші, қане көрсетші маған деп. Сыр болып қалады, ешкімге айтпаймын деп. Инстаграм осы парақшасын көрген кезде 12 жас деп жазылып тұр. Одан кейін диалог переписка кезінде айттық, 12 деймін мен, мамам маған ұрсады деп. Сен айттың, жоқ, сен ересексің, саған бұл зат нормально, істей берсек болады дедің. Өз сөздеріңді оқи аласың ба осы? Иә, білемін ғой. Осы сөздеріңді оқи аласың ба қазір? Жоқ, ол жағын білем ғой. Шынымен керек ондай жаман ниетім болған жоқ, бірақ қандай жаман ниет деп айтпашы. Сен қандай ниетпен жазасың кішкентай балаға? Голый фотосын қандай ниетпен сұрайсың? Енді өзің істеген істі, өзің жауапкершілікпен көтеруге дайынсың ба? Біз әлеуетті педофилді анықтап, жарыққа шығара алдық. Таныс болыңыздар. 30 жастағы Қайбулаев Тоқберген. Енді басты сұрақ туындайды. Біз бәріміз бірге шынымен қауіпсіз қоғамды қалай құра аламыз? Бұл кешенді тәсілсіз мүмкін емес. Ал оның ең басты бөлігі әр адамның қатысуы. Мысалы, көп нәрсе ата-аналардың баласының өміріне қаншалықты мұқият қарайтындығына байланысты. Олар алаңдатарлық белгілерді байқауға дайын ба? Бала